16 мамырға арналған жолды жорамал. Тоқта, көп нәрсе сіздің түрлі адамдармен қалай байланыс орнататыныңызға, өзіңізге ұқсамайтын адамдармен ортақ шаруаны атқару үшін қандай тактиканы қолданасыз. Көп нәтиже осы жағдайларға байланысты болады. Жұмыс барысында аса мұқият болған жөн. Батыл жобаларда сәтті жүзеге асырғыңыз келсе, таңдаған серіктестеріңізге сенімді болыңыз. Әр кездесуге лайықты деңгейде дайындалыңыз, әсіресе іскерлік кездесулерге. Сол жерде өзім қатырамын, кез келген жағдайдан шығатын амал табамын деген шекетірлік жасамаңыз. Айтатын сөзіңізді, қоятын сұрақтарыңызды алдын ала дайындап алыңыз. Кешкі уақыт сауда саттық үшін қолайлы уақыт. Торпақтар үшін бүгінгі күн жұмыс жағынан барынша сәтті өтеді. Жаңа мүмкіндіктермен өте пайдалы кеңестерді алуға мүмкіндігіңіз бар. Іскерлік жиындарға қатысқаныңыз жөн. Осындай жерлерде жақсы танысулар орын алуы ықтимал. Торпақтарға айтарымыз, алдағы уақыттан позитивті, жағымды дүниелерді күтіңіз. Әлбетте, ол үшін ойыңыз да таза, позитивті болу керек. Жақындарыңызға көңіл бөліп, отбасылық шаруаларға да араласпайыңыз. Ұмытпаңыз, жақындарыңызға үстемдік жүргізуге болмайды. Барлығымен санасып, өз ойларын еш кедергісіз жеткізуге мүмкіндік беріңіз. Әйтпесе, арада түсінбестік орнайды. Екі істер мазасыз күн болып, біраз әуре сарсаңға салуы мүмкін. Күніңізді алдын ала жоспарлап қойсаңыз да, жаңа тапсырмалар қосылып, бірінші кезекте атқарам деп ойлаған шаруаларыңыз күрделенген үстіне күрделене бастайды. Әлбетте, бұл уайымдауға себеп емес. Күрделі сәттерде ішкі дауысыңыздың кеңестеріне құлақ тұрыңыз. Бұл айналаңыздағылардың кеңесінен пайдалырақ болады. Достарыңызбен кездесу, сөйлесу сізге жақсы әсер сыйлайды. Олар көңіл күйіңізді көтеріп, жақсы жаңалықтармен қуантып, керемет ұсыныстар жасауы да ғажап емес. Шаян, білек сыбанып біраз шаруаларға ден қойыңыз. Маңызды шешім қабылдап, қолбасшы позициясын иемденген шаяндарға бұл күні біраз жұмыс жүктелмек. Кей шаруаларды атқаруда бірқатар қиындықтар байқалғанымен, бастаған шаруаңызды міндетті түрде соңына дейін жеткізесіз. Үзіліс уақыты болса, миыңызға тыныштық беріп, жаңа жерлерге барып қайтқан жөн. Жағымды әсерлермен өмірден ләззат алуға болатын мүмкіндіктерді қолдан жібермеңіз. Бұл сізге үлкен пайдасын тигізеді. Арыстан, күн сіз қалағанда емес, өз ырғағында, өз атмосферасында өтеді. Шаруалардың баяу жүруі, кешігулер байқалады. Жұмысыңызда жақсы өзгерістер де байқалып тұр. Әзірше қандай өзгерістер екенін нақты байқамайсыз. Алайда, бұл сіз үшін жақсы белгі. Тәжірибесі мол адамдармен көбірек ақылдасып, ортақ шаруаны бірігіп атқарыңыз. Бұл күні құжаттарды сәтті рәсімдеп, мемлекеттік ұйымдардағы шаруаларды ойдағыдай атқарып шығасыз. Жеке өміріңізде жақсы өзгерістер жүреді, ал көңіл күйіңіз жақындарыңыздың қолдауының арқасында бір көтеріліп қалмақ. Бекештер бұл күнге нені жоспарласа да, барынша сақтықпен әрекет етулері тиіс. Тәуекел етуді қажет етпейтін жерлерде соқыр тәуекелге барушы болмаңыз. Асығыс шешімдер қабылдауға болмайды. Бұл өміріңіздің барлық саласына да қатысты. Мейлі жұмыс, мейлі жеке өмір, қаржы жағдай болсын. Осы күні нақты шаруаларға толық ден қою ауырлау болады. Тез шаршап қаласыз. Түстен кейінгі уақытта тынығуға жет екенін ұмытпаңыз. Бұл уақытта өзіңізге тынығуға, артық нәрселерді ойламауға мүмкіндік беріңіз. Кешкі уақыт жақсы жаңалықтар әкеледі. Таразы, бұл күні маңызды шешімдер қабылдауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда сізге ешкім көмектесе алмайды, сондықтан да маңызды шешімдер қабылдау барысында тек өзіңізге ғана сеніңіз. Іскерлік қарым-қатынастарда жақсы өзгерістер байқалып тұр. Бұған дейін аса жақсы тіл табыса алмағандармен ортақ тіл табысуға мүмкіндік бар. Үй ішінде әдеттегіден қарағанда шаруалар мен тұрмыстық мәселелер көбеюі мүмкін. Кей таразылар үшін бұл жоспарланбаған шығындарға алып келеді, дегенмен де әр нәрсенің қайыры болады емес пе? Сол себепті қаймықпай, жақсы өзгерістерге дайын болыңыз. Саршаян, қолға алған барлық шаруаларыңызға жауапкершілікпен қарай біліңіз. Сонда сізге келетін сәттіліктер сізді ұзақ күттірмейді. Бұл күні жаңа жұмысқа кірісетін, немесе жаңа жобаның бастамасын қолға алатын саршаяндар үшін өте жауапты күн болғалы тұр. Сіз өз шамаңызды, шеберлігіңізді паш етіп, жаңа серіктестер табасыз. Өз позицияңызды нығайтуға да мүмкіндік бар. Қарапайым болсаңыз, айналаңыздағы адамдармен ортақ тіл табу барынша жеңіл болады.
Кешкі уақыт кездесудің кез келген түрі үшін қолайлы болмақ. Мерген, жаңа нәрсені бастамақ болсаңыз, сізге өте сақ әрі мұқият болу керек. Жағдайларды сараптап, орын алып жатқан дүниелерді түсіну үшін қай жерде көмекшілер керек, қай жерде жалғыз өзіңіз бәрін атқара аласыз. Осының бәрін түсіну үшін сізге уақыт қажет, яғни асығыс әрекет етуге болмайды. Тау қопарамын дейтіндерге сене бермей, серіктестерді дұрыс таңдай біліңіз. Жаңа танысқан адамдар сізді өз пайдасы үшін пайдалануға тырысулары мүмкін. Ал басқа салаларда жағдайлар жаман емес. Жаңа жерлерге барып, қызықты жиындарға қатысуға кеңес береміз. Тәуешкі күн сәтті, әрі жемісті өтеді. Жоспарланған шаруаларды сәтті жүзеге асырып қана қоймай, жаңа тапсырмалардың да шешімін ойдағыдай табасыз. Алайда әріптестермен немесе басшылықпен арада кішігірім келіспеушіліктер орын алуы ықтимал. Бұл дегенмен жұмысыңызға кедергі бола қоймайды. Эмоционалдық жағдайыңыз әдеттегіден қарағанда шиеленісті, күрделірек болуы мүмкін. Сондықтан да не болса соны көңілге алмай, көңіл күйіңізді бақылауда ұстай біліңіз. Мен ғана, өзім ғана дей бермей, достарыңыздың қолдауына жүгініп, әрдайым олармен тығыз байланыста болыңыз. Соқойғыш, күннің басында ойыңызға келетін идеяларға жіті мән беріңіз. Оларды дереу жүзеге асыруға мүмкіндік болмағанымен, алдағы уақытта олардың барлығын сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік болады және де нәтижесі керемет болмақ. Жаныңызда сізге мықты кеңес беретін кеңесшілерде, көмектесетін, қолдау білдіретін жандарда баршылық. Күннің екінші жартысында шаруалар біраз кешігеді. Жағдайлар сіз қалағандай өрбімеуі мүмкін. Сіз не істеу керектігін жылдам түсініп, жағдайларды жақсартудың жолдарын табасыз. Есіңізде болсын, ешкімнің жолын қайталамаңыз, өз даралығыңызды сақтай біліңіз. Балықтар. Көптеген балықтарға бүгінгі ақша түседі, тіпті өздері күтпеген жерден де ақшалы болып қалуы мүмкін. Бұл күні жасайтын саудаңыз сәтті болмақ. Көңіліңізден шығатын сыйлықтар алуыңыз да ғажап емес. Іскерлік салада жақсы өзгерістердің күші басым болады. Әріптестермен де өзара қарым-қатынас жақсара түсіп, тіпті достық қарым-қатынасқа ұласуы мүмкін. Білім алып жатқан белгілерін сәттілік күтуде. Бұл күн білім алуға, ақпараттарды толықтыруға қолайлы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.